Бізде құрамда жаңа қыз. Я, асыл тобы іріктеуді аяқтады. Естеріңізде болса, өткен бағдарламалардың бірінде байқау жариялағанын айтқан едік. Нәтижесі мына сұлу аруды қатарға қосуды жөн санапты. Аты жөні Райхан Біржан қызы. Орал қаласының тумасы. Райхан қыз баланың мәңгілік жасы 18-де. Асылдықтардың басты міндетіне сай, жаңадан қосылған ару қобызда ойнайды. Ал ары қарай өзі таныстырсын. Алматы қаласында Чайковский атындағы музыкалық колледждің студентімін. Қазір 4-ші курс оқып жатырмын. Бұйыртса бітіремін. Асыл тобына өнер көрсеткісі келген қыздардың санында шек болмаған. Алайда Райхан олардан ерекшеленіп, қыздардың жүрегін жаулапты. Райханның бір ерекшеленгені ол біздің репертуарымыздан. Бір-екі биін билеп, біздің репертуарымыздан әнін айтып, қобызын ойнап жіберген болатын видеосын. Сол видеосы біздің көңілімізден бір ерекше орын алды. Осылайша оралдық ару асыл тобына әлікті. Алайда Райхан топқа қосылса да, Ғалия әлі кетпеді. Мұның себебін өз айтып берсін. Мінекей достар, асыл тобы квартет болды деп. Жоқ, олай ойлап қалмаңыз. Ғалия орнына қандай қыз келгенін таныстырып жүр. Ендеше таныс болдық. Істеріңізге табыс тілейміз. Райхан асылдың асылына айналар деген сенімдеміз. Ал жаңа қосылған арудың даусына осы бастан баға берсеңіздер болады. Езеп алыстан келгенімде аттың терін қанекей арқаламай